Тірліктің тынысы 90 тарау 80 сала. Сол 80-нің ішіндегі салмақтысы, кейде сиқырлысы медицина. Дәл осы құрылым өзегі талғандарға үміт отын жағат, екінші өмір сыйлайды. Қазақ медицинасы 34 жылда қалай дамыды? Тәуелсіздік жылдарында қандай жетістікке жетті? Әріптесім тарқатады. 30 жылдан астам уақытта медицина біршама жетістіктерге қол жеткізді. Сала ардагерлерінің айтуынша, тәуелсіздіктің алғашқы жылдары денсаулық сақтау саласы ауыр кезеңді бастан өткерді. Дәрі-дәрмек, техника тапшылығы қатты сезілді. Елде маман азайып, білікті дәрігерлер дағдарыс салдарынан шетел асып кеткен. Годы независимости, 90-е годы. 1990 жылдар. Денсаулық сақтау саласы үшін дағдарыс кезеңі еді. Қазіргідей техника жоқ, тек қолмен жұмыс істейтінбіз. Табысымыз төмен деңгейде болды. Тек өз ісіне адал жанашыр мамандар ғана ауыртпалық арқалап қалды. Қазір жағдай мүлдем басқа. Салаға көп көңіл бөлініп жатыр. Бірақ бір көңіл көншітпейтін тұсы ақ халаттыларға деген құрметтің азайғаны. Дәрігерлерден есеп талап етуге тыйым салу керек деп ойлаймын. Олардың басты міндеті адам өміріне араша түсу. По поводу оперативного вмешательства. Қазір туа біткен жүрек ақауларына жасалған операциялардың басым бөлігі сәтті өтеді. Мәселен, бұрын миокард инфарктінен өлім-жітім деңгейі өте жоғары болатын. Бүгінде біз небәрі 10-15 минуттың ішінде диагноз қоямыз. Жедел жәрдем қызметі 5-7 минуттың ішінде жылдам жетеді. Бұл да қазіргі жедел медициналық көмектің сапасының артқанын көрсетеді. Дәл осы сала үзілген талай үмітті жақты. Бүгінде медицина тәуелсіздіктің 4-ші онжылдығына қадам басты. Дәрігерлер шекарасы еміздейтіндер азайғанын айтады. Себебі отандық медицина дерттің қай түрі болсын емдеуге маманданған. Мәселен, ұлттық ғылыми онкология орталығында жыл басынан бері 6000-нан аса адам ем қабылдады. Оның 70%-ға жуығы өңірден келген. Кешенде 22 бөлімше бар. Медициналық мекемеге жылына 11,5 мыңнан аса науқас келеді. Егер 2023 жылы 13 мыңнан аса адам қайтыс болатын болса, онкология ауылдан былтырғы жылдың статистикасы бойынша 12 мыңнан асатын адам қайтыс болды. Ауру мөлшері жылдан жылға Қазақстанда өсіп келе жатыр. Но ол енді әлемдік тенденция, обыр аурулармен ауыру жылдан жылға өсіп келе жатқан дүние жүзі бойынша Қазақстанда да сондай тенденция бар. Бір жақсысы өлім жітім саны Қазақстанда мөлшері жылдан жылға азайып келе жатыр. Бұл интервенциялық радиология бөлімшесі. Мұнда жылына шамамен 1200-ге жоқ операция жасалады. Хирург арнайы ангиограф аппаратының көмегімен қан тамырлары арқылы ағза ішіне еніп ісікті анықтайды. Айта кеткен жөн, дәл осы жоғары дәлдіктегі жабдықтың бағдарламаларын ойластыруға онкологиялық орталық мамандары ат салысып тәжірибеге енгізген. 26 жылға жоспарлап отырмыз, үлкен бір іс болады. Ол ТМД елдерінде тұңғыш рет енгізілетін нәрсе. Ол бауыр ісігіне, бауыр обырына радио дәріні қолдану. Негізі біздің ұлттық онкологияда радио деген әдістердің бәрі енді енгізіліп жатыр. Жоспарымыз бойынша 11 радиофарм препарат шығаруда, 6-да шығарамыз деп үміттеніп жатырмыз. Қазір отандық денсаулық сақтау жүйесінің жағдайы әлемдегі көптеген елден көш ілгері. Бүгінде қатерлі ісікке шалдыққандарды емдеуге дәстүрлі әдістерден бөлек сәулелі терапия және басқа да ем түрлері қолданылады. Қазір осы сәулелік терапия бөлімшесінде 100-ге жуық науқас ем алып жатыр. Бұл сәулелік аппаратқа кез келген науқас жата ала ма? Негізінде осы сәуле ем әр науқасқа ұсынуға болмайды, оған медициналық ұсыну керек. Енді ол бір специалист бере алмайды, ол не болу керек, консилиум деген әріптестер отырады, медициналық әріптестер. Бір науқас бойынша шешімізді береміз. Бірақ жалпы 50-60% бәр онкология науқастарына сәулелік терапия керек. Бұл заманауи құрылғыда жасанды зерде көмегімен науқасқа кешенді ем жүргізіледі. Ем негізінде 15 минуттан жарты сағатқа дейін созылады. Әртүрлі локализацияға байланысты, науқастың жағдайына байланысты 15-16 пациент аламыз. Бір науқасқа кем дегенде 30 минуттай кетеді. Ер адамдарда простата, әйел адамдарда сол жатыр обыры. Көбінде бұл малитаздың диагноздарын емдейтін аппарат болып саналады. Онкологиялық ауруларды емдеуге үкімет 4 жылға 460 миллиард теңге қаржы бөлген. Алдағы уақытта науқастарға протон терапиясы жүргізіле бастайды. Айта кеткен жөн, бұл бюджеттік инвестициялық жоба. Оны жүзеге асыруға халықаралық жетекші компаниялар тартылған. Дильназ Тұрғазиева, Абзал Азаматұлы, Ержан Рахманбердиев, Самат Қазанбаев, 24 KZ.